Бүгінгі сабағымыз 111 сабақ санды бірнеше есе арттыруға немесе кемітуге және еселік салыстыруға берілетін есептер дейді. Сабақты көрместен бұрын каналыма тіркеліп кетіңіздер. Есепті шығар дейді. Ауылдағы атамның 3 түйесі және одан 2 есе артық жылқысы бар. Атам неше жылқысы бар дейді. Қараңыздар, бұл жерде түйе 3 деп жазамыз. Жылқы неше? 2 есе артық деп тұр, Енді шешу 3-ті көбейтеміз, 2 6 болады. Жауабы атамның 6 жылқысы бар деп жазасыздар, Сол кезде жылқысы неше екенін сұрап жатыр бізден. Енді бізде осы есепке бір тапсырмадағы есепке кері есеп болып табыла ма? Жауабын түсіндір дейді. Есеп құрастыр, оны шығар дейді. Екіншісі, қараңыздар. Жылқы 6, түйе 3. Неше есе артық деп тұр, артық екен сұрап жатыр енді. 6 бөлем 3-ке тең 2 болды. Жауабы атамның жылқысы түйегесінен 2 есе артық деп жазасыздар, Өстіп жазады екенсіздер міне. Мынау кері есеп екен, Мына жерде жылқысының санын сұрап жатыр, мына жерде неше есе артық екен сұрап жатыр, Жылқы түйесінен неше есе артық екен. Енді бізде ары қарай үшінші есепті шығар дейді. Саяхатқа 18 қыз және одан 9 кем ұл шықты. Саяхатқа қыздарға қарағанда ұлдар неше есе кем шықты дейді. Бұл жерде кем шыққан есе кем шықты. Қыздар 18, ұлдар 9 есе. Неше есе кем дейді. Неше есе кем екенін сұрап жатыр, Шешу 18-ді бөлеміз 9-ға 2 болады. Жауабы саяхатқа қыздарға қарағанда ұлдар 2 есе кем шықты, Сол кезде 18 бөлеміз 9-ға 2 болады екен. Сол кезде 2 есе кем шыққан екен, Ары қарай бізде үшінші тапсырмадағы есепке кері есеп құрастыр, қысқаша жазбаны жазып есеп шығар дейді. Бесінші есеп. Мына кері есеп былай шығарамыз. Ұлдар 9, қыздар неше? Қыздардың санын сұраймыз бұл жерде. 2 есе артық деп тұр. Сол кезде ұлдарға қарағанда 2 есе артық деп тұр. Бұл кері есеп, үшінші есептің кері есебі. Шешу 9 көбейтеміз 2, 18 шығады. Жауабы саяхатқа 18 қыз шықты, Өйстіп шығарады екенбіз. Енді бізде бесінші есеп. Ауладағы 8 көжек және одан 3 есе артық тауықтың балапандары жүрді. Тауықтың балапандарына қарағанда көжектер қанша кем дейді. Осы есепке кері есеп құрастыр дейді. Көжек 8, тауық 3 есе артық дейді. Неше кем деп тұр. Шешу 8 көбейтеміз 3-ке тең 24 болады. Бұл тауықтың саны екен, Енді 24-тен аламыз 8 16, сол кезде кем екен. Жауабы көжектер 16-ға кем деп жазасыздар. Енді кері есеп, көжек неше есе кем? Тауық 24 дейді, артық дейді. Шешу 24 бөлем 3-ке 8 болады, көжек 8 екен. 24-тен аламыз 8 16, артық деп жазасыздар, Жауабы көжектері қарағанда 16-ға артық деп жазады екенбіз. Бұл жерде бесінші есеп, алтыншы мысалдарды шығар дейді. 2 көбейту 8 дейді. 2-ні көбейтеміз 8-ге 16. Мына 2 көбейту 7-нші бұл бізде алтыншы есеп екен, Алтыншы есеп. Мен 7-нші есеп деп қойдым. Бұл жерде алтыншы есеп. Алтыншы есеп. 2-ні көбейтеміз 8-ге 16 болады. Мұны қараңыздар. Содан кейін 16-ны қосамыз 28-ге. Қанша шықты? 44 шықты. 44-тен аламыз 17. Мұны қараңыздар. 2-ні көбейтеміз 8-ге 16 шығады екен. 16-ға қосамыз 28-ге 44 шықты. Енді 44-тен аламыз 17-ні 27 шығады екен, Ал екіншісі 24 бөлеміз 4-ке тең 6 болады екен. 68-тен алсақ 6-ны 56 болады екен. 36 қосылып 56, 92 болады екен. Бізде бұл 7-нші есебіміз. Енді тиісті амалдар таңбасын қой дейді. Бұл жерде тиісті амалдар таңбасын қой дейді.
Бұл жерде 7-ші есеп тиісті амалдардың таңбасын қой дейді. Қараңыздар. Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 3 жазып тұр, иә. 3, 4 жазса, 3 3-ке көбісек 9, 9-ға 3 қоссақ 12 болады, 12-ні бөлсек 3-ке 4 болады екен, сөйтіп жазады екенбіз. Ал енді астындағыда 3-ке қоссақ 6, 6-тан 3-ті аламыз, 3 шығады, 3-тен 3-ті аламыз, 0 шығады екен, иә. Есіп шығарсақ болады екен. Сіздер де шығарып көріңіздер. Оңай тәсілмен. Бізде бұл 7-ші есеп екен. Бізде бұл 7-ші есеп. Ал енді 8-ші есеп. Есептерді шығар деді. Аулада биіктігі 10 метр қарағай және одан 5 метр аласа қайын өсіп тұр. Қайының биіктігі қарағанда неше есе кем дейді. Қарағай 10 метр, қайын неше метр дейді. 5 метр кем дейді. Бұл жерде қараңыздар. Қарағай 10 метр, қайын неше метр? 5 метр кем деп тұр. Есе кем деп тұр, шешу. Шешуін жазамыз. 10-нан 5-ті аламыз, 5 метр шығады. Қайынның, иә? Қайынның ұзындығы екен. Енді 10-ды 5 бөлеміз, 2 болады екен. 2 есе кем екен, иә? 2 есе кем екен. Жауабы қайынның биіктігі қарағайдан 2 есе кем деп жазамыз, иә? Сөйтіп жазады екенбіз. Ол 8-ші есеп екен. Ары қарай 9-ші есеп. Пойызда 16 вагон бар. Ағам 9 вагонға билет алды. Осы вагон алдынан және соңынан неше вагон бар дейді. Бұл жерде 9 вагонға дейін 9-ші вагонға шығар. Қараңыздар, осы жерден 16-тан 1-ді аламыз, 15 болады. Сол кезде қараңыздар, жауабы алдында 8, сонда 7 вагон бар екен. Қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 9-ші орыннан орын алған екен, иә? 9-ші вагоннан. Сол кезде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Алдында 8 вагон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Артында 7 вагон бар екен, иә? Жауап алдында 8 вагон, сонда 7 вагон бар деп жазасыздар, иә? Қараңыздар, 16-тан аламыз, 1-ді 15 болады. 7-ге 7-ні қосамыз, 8 болады, сол кезде 15, иә? Сол кезде қараңыздар, 9-ші орыннан алса алдында 8, артында 7 екен. Сөйтіп шығарады екенбіз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.